Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі дәмді шығатын, тез дайын болатын торттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дәл осылай араластырамыз, аппақ көбік болғанша. Егер де миксер болмаса, кәдімгі венчикпен де араластыра берсеңіздер болады. Енді өзімізге қажетті сұйық май, сүт, сүттің температурасы маңызды емес. Енді осыны жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді құрғақ заттарды саламыз. Бұл жерде ұн, какао және разрыхитель. Міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Енді жақсылап бірдей қылып араластырамыз, ешқандай түйіршік қалмауы керек. Осындай форманы жасап аламыз пергамент қағазға. Егер де бұндай форма болмаса, кәдімгі өзіңіз қолмен сызып дөңгелек қылып жасап алсаңыз болады. Дәл осындай болып шықты. Енді осыған көз мөлшермен құйып шығамыз. Корж пісіп дайын болды. Суыған соң пергамент қағазынан ажыратып аламыз. Дәл осылай болып шығады. Басқаларында дәл осылай пісіріп аласыз. Менде дәл осындай корждан 6 штук шықты. Енді осылардың арасына крем жағып шығамыз. Креміне салқын сливки 33% және творожный сыр, сахарная пудра қосып, дәл осындай дайындап алдым. Енді шет жақтарын және беттерін әдемілеп тегістеп аламыз. Енді бетінің әсемдеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Неше түрлі жеміс-жидектермен, болмаса шоколадтармен, дәмді печенулармен әдемілеп сәнін келтірсеңіздер болады. Торт дайын болды. Тортты бірден кесуге асықпаңыздар. Міндетті түрде холодильникке салып қойыңыздар. 2-3 сағатқа, болмаса 1 күнге салып қойсаңыздар да әдемі болып шығады. Егер де осы видеом ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізді осы видеоның астына міндетті түрде жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сіздермен Айгерім Болысбек. Астарыңыз дәмді болсын.